Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, тыңдармандар. Менің аты жөнім Қаратай Нұрбол. Мен Киев School мектебінің оқушысымын. Менің аспабым бұл сыбызғы аспабы. Ұстазым Әлімғазы Дархан ағай. Мен негізі өзім сыбызғы аспабында бір жарым ай уақытта сыбызғы аспабын үйреніп жатырмын. Сыбызғы аспабында Әлімғазы Дархан ағама алғысымды білдіремін. Бір ай ішінде дыбыс шығарып, күйлерді үйреткені үшін. Және де Киев School'дың Ержан Жәмекеев ағаларымызға мың алғысымды білдіремін. Ал енді сыбызғы аспабы жайлы қысқаша айтып кетсек, сыбызғы аспабы бұл қамыс қурайдан, жезден жасалатын аспап. Бұл негізі қазақ халқының көне аспабы болып саналады. Бұрынғы заманда шопандар отарларын баққан кезде жалғыздығын жебейтін кешкі отырыстарда бұл аспаппен көне аңыздарды ойнаған. Ал енді сыбызғы аспабы негізі түрлері 3 ойықты, 4 ойықты, 5 ойықты болады. Ал енді қазіргі заманда жетілдірілген диапазоны ыңғайлы болып саналатын бұл 7 ойықты сыбызғы. Міне сол. Енді сыбызғы аспабында бірінші ойнайтын күйім бұл ақсақ аю күйі. Негізден сыбызғы аспабы жануарлармен, табиғатпен тікелей байланысты болып келеді. Ол сыбызғы аспабында табиғаттың бейнесін, жануарлардың бейнесін бейнелейтін аспап. Сыбызғы ақсақ аю күйі негізінен ақсақ аю, жорға аю, бұл күйлер жануарды бейнелейтін күй. Ақсақ аю бұрында аңшылардың аңға барған кезде аюды атып түсірген кезде аяғынан тиіп, аюдың аңшылардан қашқандағы бейнесін бұл күйде көрсетіледі. Ал енді ақсақ аю күйі. Бұл енді ақсақ аю күйі. Міне тыңдағандарыңыздай ақсақ аю күйі тура ақсандаған аюдың бейнесін көрсетеді. Ал келесі кезекте міне жаңағы мен айтып кеткендей
табиғат пен жануармен байланысты сыбызғы күйінде бозінген күйі, бозінген халық күйі, бозінгеннің ботасымен бірге өзен жағасына барып, қалың түйелердің арасында өзен жағасына барған кезде ботасының ойнап жүріп, су ағынымен ағып кетеді. Сол кезде бозінгеннің сол өзеннің жағасында жүріп, жоқтап жүргенін бейнелейтін күй, бозінген күйі. Ал енді бұл бозінген күйі болатын. Негізінен мен Павлодар қаласының музыкалық колледждің студенті боламын. Менің негізгі аспабым бұл домбыра аспабы. Ұстазым Сабекова Рыскүл Асаубайқызы. Міне өзімнің негізгі домбыра аспабында сіздерге бір күй ойнап берсем деп. Бұл Айтқали Жайымовтың «Шаттанамын» күйі. Бұл Айтқали Жайымовтың «Шаттанамын» күйі. Ал енді келесі кезекте сыбызғыда өзіміздің бәріміздің танитын халық әні Ақбаян әні.
енді бұл Ақбаян халық әні. Келесі кезекте Арман күйі, бұл Қалек Құсайұлының Арман күйі. Өзінің армандарына жеткен туралы байындайтын күй. Ол кішкентай кезінен сыбызғы аспабынан әкесі сияқты сыбызғышы болуды армандайды. Сол арманнан кейін, сыбызғыды үйреніп алғаннан кейін үлкен концерттерде өзінің өнерін көрсетуге армандайды. Содан кейін әртүрлі өнер театрларында сыбызғымен ойнауды армандайды. Сол армандарынан бәріне жетіп, сосын алыстағы армандарына қол жетуді армандайды. Бұл күй арман немесе алыстағы арман деп аталады. Армандаған армандарыңызға жетіңіз деген ниетпен сіздерге Арман күйі. Бұл Арман күйі. Ал енді менің ашық сабақ концерт, онлайн концертім өз аяғына келді. Келесі, енді сіздерге, көрермендерге айтарым, Киев School мектебіне жазылыңыздар, қазақтың фольклорлық аспаптарын үйреніңіздер, көріңіздер. Мен өзімнің ұстазыма Әлімғазы Дархан ағайға алғысымды білдіремін. Осындай бір жарым ай уақыттың ішінде сыбызғы аспабында осындай нәтижеге жеткеніме алғысымды білдіремін. Ал назарларыңызға көп рахмет.